Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі экономикалық талдау және қаржы есептілігін талдау пәні бойынша арнайы экономикалық пәндер оқытушысы Байшымыров Тошын Жанболатовичтің есеп және аудит мамандығының 3-ші курс білім алушыларына арналған видео сабағы. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы кәсіпорынның төлем қабілеттілігін, несиені қайтару қабілеттілігін және балансының өтімділігін талдау. Мақсаты білімділік, шаруашылық субъектілерінің төлем және несиені қайтару коэффициенттерін үйрену, дамытушылық аталған көрсеткіштер мен ұйымның баланс өтімділігін анықтау, тәрбиелік, қаржылық жауапты тұлға ретінде берілген көрсеткіштерді қолдану барысында адалдық таныту. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі дегеніміз оның өз контрагенттерінің алдындағы жеткізушілердің, мердігерлердің, инвесторлардың, акционерлердің, құрылтайшылардың, кредиторлардың, жұмыскерлердің және мемлекеттің алдындағы мойнына алған міндеттемелерін уақытылы толық көлемде өтеу мүмкіндігі. Несиені қайтару қабілеттілігі, банктерден және басқа қаржылық ұйымдардан несие алу мүмкіндігінің болуы және сол несиені уақытында толық көлемде қайтарып беру қабілеттілігі. Кез келген кәсіпорын төлем қабілеттілігі мен несиені қайтару қабілеттілігі оның балансының өтімділігіне тәуелді. Кәсіпорын балансының өтімділігі дегеніміз баланстағы өтімді активтердің жеткіліктілігі және сол активтердің есебінен өз міндеттемелерін уақытылы орындау мүмкіндігі. Кәсіпорынның неғұрлым өтімді активтеріне мыналар жатады: кассадағы есеп шоттағы ақша қаражаттары, өтімді қысқа мерзімді бағалы қағаздар, тауарлы материалдық қорлар, дебиторлық қарыз. Кәсіпорын балансының өтімділігін талдауда активтер және пассивтер және активтің пассивтен артылған бөлігі немесе тапшылығы қарастырылады. Бұл жерде өткен кезең мен есепті кезеңнің жыл басы және жыл соңындағы көрсеткіштерін аламыз. Өткен кезеңде 2018 жылды қарастырсақ, есепті кезеңде 2019 жыл алынды. Активтердің 4 түрі және пассивтердің 4 түрі бар. Сәйкесінше активтің бірінші түрі неғұрлым өтімді активтерді А1 десек, өтімділігі жылдам активтер А2, баяу өтімді активтер А3, өтуі қиын активтер А4 болады. Пассивтер неғұрлым дереу өтелуі тиіс міндеттемелер П1, қысқа мерзімді пассивтер П2, ұзақ мерзімді пассивтер П3, тұрақты пассивтер П4. Активтің пассивтен артылған бөлігін табуымыз үшін А1-ден П1-ді, А2-ден П2-ні, А3-ден П3-ті, А4-ден П4-ті аламыз. Егер активтердің барлық түрлері пассивтердің барлық түрлерінен үлкен және тең болатын болса, кәсіпорын балансы абсолютті тұрғыдан өтімді деп есептелінеді және төлем қабілеттілігі абсолютті түрде өте жоғары деп есептелінеді. Егер активтің қандай да бір үш бөлігі пассивтің қандай да бір үш бөлігінен артық болса, онда кәсіпорынның төлем қабілеттілігі жоғары деп есептелінеді. Егер активтің қандай да бір екі бөлігі пассивтің қандай да бір екі бөлігінен үлкен болса, онда кәсіпорынның төлем қабілеттілігі орташа деп есептелінеді. Егер активтің қандай да бір үш бөлігі пассивтің қандай да бір үш бөлігінен төмен болса, кәсіпорынның төлем қабілеттілігі төмен. Егер активтің барлық түрі пассивтің барлық түрінен кіші және тең болатын болса, кәсіпорын балансы абсолютті тұрғыдан өтімсіз деп есептелінеді және төлем қабілеттілігі жоқ деп саналады. Жоғарыдағы мәліметтердің негізінде кәсіпорынның өтімділік коэффициентін есептеуге болады. Яғни оны есептеуіміз үшін берілген көрсеткіштері кестедегі көрсеткіштерді қолдана отырып, 2018 жылдың басы мен соңы, 2019 жылдың басы мен соңындағы коэффициенттерді таба аламыз. Бұл қорытынды, бұл кәсіпорынның 2018 жылдың жыл басында активтердің, яғни А2, А3-тің, П2, П3-тен жоғары болғандықтан, осы мерзімде кәсіпорынның балансының өтімділігі орташа және төлем қабілеттілігі де орташа деп қаралады. Ал 2018 жылдың жыл соңында дәл сондай болса, 2019 жылдың жыл соңында А2 мен А3, П2 мен П3-тен үлкен, бұл мерзімде де кәсіпорынның төлем қабілеттілігі орташа деген сөз. Енді баланс өтімділігіне қатысты басты коэффициенттерді есептеу жолдарын қарастырамыз. Таза айналым капиталы ең біріншісі. Бұл көрсеткіш кәсіпорынның сырттан қаражат тартпай, өзінің меншікті қаражатының есебінен шаруашылық қызметін ұйымдастыруға айналым қаражатының жеткіліктілігін көрсетеді. Оны табуымыз үшін активтің алғашқы үш түрінен пассивтің алғашқы үш түрін алып тастасақ болады. Немесе басқаша есептеу мүмкіндігі бар. Онда ағымдағы активтерден қысқа мерзімді міндеттемелерді алсақ болады. Бұл көрсеткіш оң шамамен шығатын болса, онда бұл кәсіпорынның ақша қаражаттары жеткілікті, керісінше теріс шығатын болса, ақша қаражаттары жетпейді деген сөз. Сол себептен кәсіпорын банктен несие алуға мәжбүр болады. Таза айналым капиталының 2018 жылдың басы мен соңындағы есебі және 2019 жылдың соңындағы есебі көрсетілген. Осыдан кейін кәсіпорынның ағымдағы өтімділік коэффициентін есептеуге болады. Бұл көрсеткіш кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеуге қажетті ағымдағы активтердің жеткіліктілігін көрсетеді. Аталған коэффициентті табуымыз үшін
активтің алғашқы 3 түрін пассивтің алғашқы 3 түріне бөлеміз. Сол кезде егер шыққан сан 2-ден жоғары болатын болса, онда кәсіпорын ағымдағы өтімділік коэффициенті кәсіпорынның ағымдағы активтері, яғни өтімділігі өте жоғары деген сөз шығады. Бұл жерде де 2 жылдың басы және жылдың соңындағы коэффициенттері есептелінген, ол жоғарыда келтірілген кестенің мәліметтеріне сүйене отырып. Мерзімді өтімділік коэффициенті, бұны табуымыз үшін активтің алғашқы 3 бөлігінен тауарлы материал қорларды алып тастап, пассивтің алғашқы 3 түріне бөлеміз. Және шыққан сан 1-ден жоғары немесе тең болатын болса, онда кәсіпорынға қанағаттанарлықтай қаржылық тұрақтылығы бар деген сөз шығады. Мерзімді өтімділік коэффициент дегеніміз жалпы кәсіпорынның неғұрлым өтімді активтердің есебінен өзінің мойнына алған қысқа мерзімді міндеттемелердің өтеу қабілеттілігін көрсетеді. Абсолютті өтімділік коэффициенті бұл шаруашылық субъектісінің қысқа мерзімді қарыздарын қайтару үшін қажетті ақша қаражаттарын қысқа уақыт аралығында жинақтау мүмкіндігін көрсетеді. Аталған коэффициентті табуымыз үшін активтің алғашқы түрін пассивтің алғашқы түрін бөлеміз, және шыққан коэффициент 0,25-тен жоғары болса, ол оң нәтиже деген сөз. Қаражаттар сырттан тарту коэффициенті кәсіпорын сырттан тартылған қарыз қаражаттарының қаржылық тұрғыдан тәуелсіздігін көрсетеді. Бұл коэффициент неғұрлым төмен болған сайын шаруашылық субъектісінің несиені қайтару қабілеттілігі соғұрлым жоғары деп есептелінеді. Аталған коэффициентті табуымыз үшін кредиторлық қарыздарды ағымдағы активтерге бөлсек болады, немесе пассивтің бірінші түрін активтің алғашқы 3 түрінің қосындысына бөлсек те болады. Қорытындылай келетін болсақ, бұл кәсіпорын таза айналым капиталы 2018 жылы қалыпты болып, 2019 жылдың соңында бірнеше есеге артқан, яғни айналым қаражаттары жеткілікті деген сөз. Ағымдағы өтімділік коэффициенті де 2019 жылдың соңында өскен, яғни қысқа мерзімді міндеттемелерді өтеуге қажетті ағымдағы активтердің жеткілікті екенін көрсеткен. Мерзімді өтімділік коэффициенті және абсолютті өтімділік коэффициенті 2019 жылдың соңында арта түскен. Сырттан қаражат тарту коэффициенті жылдан жылға төмендеген, яғни бұл шаруашылық субъектісінің несиені қайтару қабілеттілігі біршама жоғары деп айтуға болады. Үйге тапсырма Қазақстан нарығында қызмет ететін кез келген акционерлік қоғамның төлем қабілеттілігін, несиені қайтару қабілеттілігін және балансының өтімділігін талдау.